Жақында бір әнші бауырымыздың сұхбатын естідім. Сол кезде оның әкесі бір ұлға зар болып дұға жасаған екен. Құдайым, маған көзі көрмейтін болса да бір ұл берші деп дұға жасап, сол ұл бала дүниеге келген екен. Дүниеге келгеннен кейін қазір ол бала ер жетіп, ел танитын әншіге айналып, бірақ өкінішке орай осы көзі көрмей қазір емделіп жүрген екен. Соны айтқан кезде біз не ұғамыз? Ата-ананың әрбір дұғасының, әрбір айтқан сөзінің, алғысы мен қарғысының құдіретін біз осыдан білсек болады. Біз көбінесе ұлымыз үйден шығып кетсе, әй қайда жүрсің, өстіп жүріп сотталасың, бірдеңеге ұрынасың деп айтқан кезде, оны сақтандырамын деп айтқан кезде, бұл сөзіміздің тағдырға айналып кететінін білмей жатамыз. Немесе қызымызға ажырасасың, сені ешкім әйел қылмайды, сені үйінен қуып шығады, енең ертең айтады, мынаны қай көргенсіз тәрбиелеген деп айтады. Немесе миыңа суық тиеді, өстіп жүріп өлесің, бірдеңеге ұшырайсың деп баланы сақтандырамын деп керісінше тағдырына ауыр сөздер арқылы әсер етіп қойғанын білмей жатады. Өз балаңызға, өз ұл қызыңызға, ұрпағыңызға ешқашан ауыр сөз айтпаңыз. Тек қана алғыс, үйден шықса батаңызды беріп, жолына ақ тілегіңізді айтып, үйге келсе махаббатпен қарсы алуды үйренетін болсақ, біздің балаларымыз талай биікті бағындыратын болады.